Көліктің дөңгелегін жарғаны үшін 7 жылға сотталуы мүмкін. Қызылордалық жас кәсіпкер жаңадан ашылған вулканизациясын жарнамалау үшін ерекше тәсіл қолданған. Алайда кәсіпкердің бұл әрекеті тағдырына балта шабуы мүмкін. Оқиға басына тілшіміз барып қайтты. Таңертең тұрсақ, осы машинамыздың дөңгелектері жіберіп тұрады. Біреу соны жіберткізіп қоя ма әдейі. Көршілердікіне қарасам, бәрінікі сондай. Мына реклама қыстырып кетіпті. Жігіттер звондап анықтап жатыр. Білмеймін, осылар ма? Үйден шықсам, көршілердің барлығын қара, машинаның желін шығарып жүрген, көршілердің барлығын желін шығарып жүрген. Білмеймін, кімдер шығарып жүрген. Сонымен қоя тұра, қараңыз, мына жерге андай реклама жабыстырып кетті, андай. Осындай реклама жабыстырып кетті. Біздікін ладно ғой, мыналардың біздің жаңа желіміз шығарып кеткен ладно ғой. Мына келесі торда бар ғой, алдыңғы дорларда пышақ тығып, жыртып отвертка тығып кетті. Енді білмеймін, қазір осы көршілер барлығымыз жиналып, баратын боламыз осы адреске. Вулканизацияны аштым, содан жұмыс жүрмей атты. 318 машинамда двордағы баллондарын жарып ойладым енді. Әрқайсысына 1000 теңгеден болғанда нормально ақша істеп, кредиттерін жабам ба деп. Сотқа беріп жатыр енді. Ойладым енді, мықты маркетингіге ход қой енді. Мен жарып жіберем деп ойладым мен. Болмады ақыры. Енді 7 жыл береді дейді. Келісіп көрем енді, келісетін сияқты ғой адамдар былайынша. Бәлем восстановить етіп берем дедім ғой енді. Осы жерден шықпай енді 40 күн дей ма жұмыс істесем жауып қалатын сияқтымын примерно. Енді ол 319 машинаға келген кезде қарадым, баллондары Йокогама екен да. Енді оны мен жарамадым. Жарғым келсе де жарамайтын ем, ол мықты баллондар ғой. Оның үстіне күнә ғой деген. Иманым жібермеді менің тазасы. Тәрбие дегендер жібермейді ешқайсысы. Желімбек Түнгелеков, Шинаида Монтажева, Пирос телеканалы.